Барлығыңызға сәлем. Сіздерге өте оңай әрі тез дайындалатын құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Құймағымызды дайындау үшін 2 жұмыртқа, 2 ас қасық шекер, 2 ас қасық сұйық май, жарты литр сүт және 1 стақан ұн. Жұмыртқамызды жарып ыдысқа саламыз. Оның үстіне шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Сүт қосамыз. Сүттің жарты бөлігін ғана қосамыз. Сүт пен ұнды 2-3-ке бөліп, араластырып отырып қосамыз. Қасықтың ұшымен тұз саламыз және сұйық майымызды қосып араластырамыз. Құймағымыздың қамыры осындай сұйықтықта болады. Мен үстіне тағы 2 ас қасық ұн қосып жібердім. Қызып тұрған табаға майды құямыз. Және сұйық майды бірінші рет салған кезде табаға құясыздар. Одан кейін майдың қажеттілігі жоқ. Құймағымызды табаға құямыз. Шет-шетін пышақпен ашып алсаңыздар болады. Аударғанда өте оңай болады. Және екінші жағын аударамыз. Осылай құймағымызды біртіндеп пісіре береміз. Міндетті түрде осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.